Мақалдан алыңыздар. Ата-ана туралы мақал. Ал бала. Әке тірегі, ана жүрегі. Жарайсыңдар балалар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің іс-әрекетіміз балалар мақал мәтелдерге байланысты болады балалар. Тақырыбымыз мақал сөздің азығы, жұмбақ ойдың қазығы деп аталады. Яғни балалар, мақал мәтел дегеніміз ата-бабаларымыздан келе жатқан алтын мұрамыз болып есептеледі. Балалар, мақал мәтел кішкентай, қысқа болса да, адамзат үшін мәні, мағынасы өте көп. Балалар, халқымызда мынандай мақал бар екен. Ер жігіт ел үшін туады, және ел үшін өледі дейді. Яғни балалар, ер жігіт мына сіздер ертең үлкен болып өсесіздер, мектепке барасыздар, студент боласыздар. Одан кейін ер балаларымыз әскерге барады, елді, жерді қорғауды үйренеді екен. Міне осындай терең мағыналы мақал мәтелдеріміз халқымызда өте көп балалар. Мам, ұттанышым кактус. Енді біз кино әдісімен жұмбақ шешеміз. Балалар, қараңдар. Бірінші жұмбағымды мұқият тыңдаңдар. Әдемі киім тігеді, көйлек, шалбар, күртеше, қолында ине жүреді, қайшы жіптер бірнеше. Ол қандай мамандық иесі екен балалар? Қандай мамандық иесі екен? Тігінші. Қайталайсыз. Тігінші. Жарайсыңдар балалар. Балалар, келесі жұмбақты мұқият тыңдаңдар. Емханада қарасаң, ақ халат киіп жүреді екен. Суық киіп ауырса, асығып саған келеді екен. Мақал, дәйек сөз дегендей, ата-бабаларымыздан қалған асыл мұра, өшпес өсиет сөздерді біздің балабақша қызметкерлері жақсы біледі. Отан туралы мақал. Отансыз адам, ормансыз бұлбұл. Отан отбасынан басталады. Адам деген айбарлы ат. Атам үшін отқа түс. Өнер алды қызыл тіл. Не ексең, соны құрарсың. Тақырып бойынша мақал айтыңыз. Еңбек адамның көркі, адам заманның көркі. Кітап біздің болатын. Еңбек етсең ерінбей, қояды қарның тіленбей. Жаман айтпай жақсы жоқ. Мақалдан алыңыз. Дос туралы мақал мәтел. Достың достығы басыңа іс түскенде білінер.